Ержігіт Мадина махаббат жеңді. Көптен күткен жайты орын алды. Мадина ақыры ержігітке деген сезімін мойындады. Ханзадаға деген сезімі өшпеген Мәдина қызымыз жылап тұрып, ержігітті ұмыта алмай жүргенін жеткізді. Ержігіт мырза мен Мадина қайта қосылды. Желі қолданушылары жарыса жазды. Еркеексің Мадина, өткен маусымда Хамыл мен Диана, Ақтөрі мен Әсем, Нұрдәулет пен Айда, осылай махаббат үшін күрескен жандар. Шын сезім болса, неге күреспеске? Енді передачаны ержігіт үшін көруге болады, о қызық болмай қалып еді. Түбінде қосылатынын білдік. Ержігіт енді үйленуге ұсыныс жаса, үйленіп кет, орта жасқа келдің. Айбек, Айсұлтан сендер айтатын емес шығар, 1040 рет сендер шығар, қайта сезімдерімен ойнаған. Айбектің анасын шақырып сценарий кетіп еді. Түр жасап Айбек, оның бәрі бітті емес пе, отырсыңдар шайналып. Бастарың қазандай, бұтарың ши дейіп. Адам айнаға қараса негізі Мадина дұрыс сезім болса айтсын. Жылап еңірек сияқты үміткер қабылдап бұрынғы махаббатын ойлап. Енді Дарханды ойлап еңілік отыр. Әйтеуір отыра береді үміткерді қабылдап. Еңілік Айбек, Айсұлтан, Айнұр, Ерасыл кетсін. Осы қыздың аузын тек ержігіт жабады. Ернар мақсаттарды ойнатады. Мадина, енді жүресің ержігіттің сөзін мақұлдап. Айсұлтан, сен пікір айталмасаң, аузыңды жауып отырғаның дұрыс болар еді. Дүмбіле сөздерің кімге керек? Өзіңді сәби етіп көрсетіп отырсың. Махаббат жеңді, өте дұрыс. Қосылғандары қатысушылар қателік жасамайды, адам сияқты сөйлейді. Мадина қызым, осы жігітті құрметте, негізі жаман жігіт емес, жігіттің мінезді болғаны жақсы, бәрі идеальный болмайды. Семья болғасын үйреніп кетесіңдер бір-біріңе. Ол анасын қатты жақсы көреді. Сен анасының тілін тапсаң бәрі күшті болады. Анасын сыйлаған бала жолдасында сыйлайды, деп жарыса жазды көрермендер.